Ассалаумағалейкум, қазақ қарақалпақ бауырларымыз. Ертеңнен бері маған бірталай сообщение келіп жатыр. Дәулетмұрат Тажымұратовты 16 жылға соттаған екен. Тағы 15-16 қарақалпақ белсенділерді, ішінде 3 қазақты тағы бірталай жылға сол өзбектің түрмесіне отыратын болды. Оның бәрі Мирзиеевтің режимі істеп жатыр. Оның бәрін көріп жатырмыз. Сендер баяғыдан бері көріп отырсыңдар, басынан бастап біздің бәсе арнамыз қолдан келгенше көмегімізді беріп жатырмыз. Ең басынан бастап шетелге де жіберіп жатырмыз. Өзіміз ақпараттарды, видеоларды сізден алғандардың бәрін шетелге жібердік. Бәрін евродепутаттар болсын, шетелде Америкадағы да жаңағы сенат, конгресте отырғандар олардың бәрі алды. Бірақ енді олар қазіргі саясат олай істемейді, жаңағыдай жібергеннен кейін олар сондай реакция береді деген. Олай болмайды. Басқалап істейді бұл. Бұлар информацияны жинай береді. Осылай жинайды. Бәрі толып болып жатса, бәрі дәлелі келіп жатса, онда олар өзінің үндеуін шығарады. Конгрессмен болсын, евродепутат болсын, Евросоюзның. Ол сонан кейін үндеуімен шығады олар, бөлек. Солай жаңағы қарақалпақ халқына репрессия жасап жатыр деп Мирзиеевке өзінің жаңағы ультиматумын қоятын жағдай болады, ондай кез болады кейбірде. Бірақ оған бірталай уақыт кетуі мүмкін. Оны тездету үшін сендер өздерің жұмыс істеу керексіңдер. Көшеге шығу керек. Шетелдіктер болсаңдар, шетелде шығу керек. Плакаттармен посольствоның қасына бару керек. Өзбекстанның посольствосына, оның жаңағы представительстволарының қасына бару керек. Басқа жерге барып, өздерінің пікірінде айту керек. Көшеге шығып, жаңағыдай видеоға айту керек оның бәрін. Сосын жіберу керек, тарату керек әр жерге. Соның бәрін шаршамай істей беру керек, жазу керек әр жерде. Жаңғыз жаңағыдай сообщение жіберіп, анонимный сообщение жіберіп отыру, ондай ештеңе жетпейді. Онан ештеңе шықпайды. Сізден басқа ешкім сіздерге көмектеспейді. Өздерің істемесеңдер, ешкім істемейді сендерді. Енді біздер істерміз, тағы басқалар көмектесер. Бірақ бұл аз болады, өте аз болады. Сондықтан бәрі өздерінің қолдарында. Шетелдік тұрсаңдар, жаңағы сол Страсбургке бардыңдар, Европарламентке. Басқа евродепутаттармен кездесіңдер, жазыңдар. Переводчик жаңағы бар, Google переводчикпен тілін білмесеңдер, аударып көріңдер өздерің. Солай хат жазыңдар, хабарласыңдар сөйтіп. Солай тырысыңдар істеуге. Біз басынан бастап сізді қолдадық. Оны көрдіңіз өздерің. Керек болса, Мирзиеевтің режимі бізге қарсы бірталай өзінің құжаттарын істеді. Қара жұмысын. Өздерінің блогерін бізге айдап салды. Мақалалар бірталай шықты, бізді қаралайтын бәсені, мені қаралайтын. Оны көріп жатсыңдар. Бірталай сол Өзбекстанның азаматтары маған звондап, сөйтеміз, бүйтеміз сіздерді деп сөздерін айтты. Оның бәрін үйрендік, оған аңғармаймыз. Біз басынан бастап айтқан жолдамыз. Қарақалпақ халқы өзінің мемлекеті болатын жағдай алу керек. Өзбекстанның арасынан шығам десе, өзінің мемлекеті құрам десе, оның өзінің еркіні қарақалпақ халқының. Ол керек болса, сол конституцияда жазылған. 1993 жылы Қарақалпақстан мен Өзбекстанның арасында келісім болған. Сол қарақалпақ халқы ары кезде шығатын жағдай болады деген. Сондай жағдай келсе, қарақалпақ өзінің пікірін референдумда я басқалап көрсетіп шығатын жағдай болу керек. Дәулетмұрат туралы біздер бірталай көрдіңдер, публикацияны, үндеулерді көрдіңдер, бізде шыққан Дәулетмұрат Тажымұратовтың туысқандарды жібергендер, басқалар жібергендерін шығарып жатырмыз. Бірақ материал өте аз. Оның бәрі жетпейді. Дұрыстап проблеманы көтере беру үшін жиі шығып тұру керек. Ол үшін видео түсіріп айту керек дұрыстап. Тағы материал іздеу керек. Жай мына қағазбен жаңа интернетте жазып, сөйтіп жатыр, бүйтіп жатыр деп, өлтіріп жатыр, сөйтіп жатыр деген жарамайды. Ешкім сенбейді оған. Дәлелмен жіберу керек. Мына жерде мындай адам, мындай кезде мындай адам ұсталды, өлтірді, ұрды, соқты деп жаңағы Мирзиеевтің әскерлері деп. Соны көрсету керек, дәлелмен істеу керек бәрін. Сондықтан Дәулетмұрат Тажымұратовқа бостандық тілеймін. Қарақалпақ халқына, біздің бауыр халқымызға
бостандық тілеймін. Біз Басия арнасы әрқашанда сендермен біз біргеміз. Қазақ халқы, нағыз қазақтар сіздер қолдайды. Біз бір туғанбыз. Қазақ, Қарақалпақ, Ноғай, Қырғыз бәріміз біргеміз, бір халықпыз. Өте жақын халықпыз бір-бірімізге. Сондықтан шаршамай жұмыс істеу керек. Соны жаңағыдай затты құжаттарды, материалды жинап, көшеге шығып, тоқтамай істей беру керек. Сау болыңдар, бауырлар.